Математика сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы есептің графикалық моделі. Бұл сабақта сен есептің графикалық моделімен танысасың. Балалар, біз өткен сабақта есеп ұғымымен танысқанбыз. Есептің шарты, сұрағы, шешуі, жауабы болатын білдік. Есеп екі бөліктен тұрады дедік. Бірінші бөлігі шарты, екінші бөлігі сұрағы. Бізге мынандай есеп беріліпті. Бақта шие ағашынан 4 түп, өрік ағашынан 3 түп бар. Бақта барлығы неше түп жеміс ағашы бар? Енді балалар, есептің шарты мен сұрағын анықтап алайық. Есептің шарты: бақта шие ағашынан 4 түп, өрік ағашынан 3 түп бар. Сұрағы: бақта барлығы неше түп жеміс ағашы бар? Есептің шартын графикалық модель немесе сұлба түрінде көрсеткен ыңғайлы. Сұлба бұл есептің шарты мен сұрағы бейнеленген сызба. Енді осы есептің шартын сұлба түрінде қарастырайық. Кесіндіні екі бөлікке бөлеміз. Бірінші бөлігі 4, екінші бөлігі 3. Бізде бүтін бөлік белгісіз, өйткені сұрақта барлығы қанша деп тұр. Ал барлығы деген балалар бүтін бөлік болады. Яғни біз есептің графикалық моделін немесе сызбасын сызып алдық. Есептің шешуін жазайық. Есептің шешуін табу үшін, яғни бүтінді табу үшін біз бөліктерді қосамыз. Сонда шешуінде 4 қосу 3 тең 7 болады. 7 ағаш. Жауабы барлығы 7 ағаш екен. Жарайсыңдар балалар. Енді оқулықтың 60-61 бетіндегі тапсырмаларды орындайық. Жұмыс дәптеріміздің 57-58 беттеріндегі тапсырмаларды өз бетіңше орында. Іске сәт балалар. Өзімізді мынандай смайликтер арқылы бағалайық.